Кезек эми бортовой спринтерлерге келип жеттик. Ассаламу алейкум. Дагы бир жолу. Бүгүн 31 октябрь 2021 жыл. Бортовой спринтерлерди көрсөтүүнү улантабыз. Свежий перегон келген, учетто турган бортовой спринтерлер. Каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыздар. Биз көрсөтүүнү баштайбыз. Биринчи ушул спринтерден баштайм. 2000 жылкы 22 баасы $10,500. Байланыш номери бар. Докскат. Борттун uzunluğu канча? Борттун uzunluğu канча? 3.60 дейт. Пробег 663 км жүргөн. 3.60 дейт. Бул жерде даяр тенти менен бортовой спринтер Rex 2008 жылкы 2.2 механика 187 км жүргөн. Байланыш номери азыр тосулуп калган окшойт. Бул жерден азыр рейсинен да сурайбыз. Баасы канча болот? 18,5. Номер тосулуп калыптыр, мындай көрүп койсок болот да. Ооба, мыягында деле жазылып турат. Бияқта мынаш номерге. Бияқта дагы бар экен, мынаш номерге. Чыгып келсиңер. Артында даяр тенти менен экен. Борттун uzunluğu канча? 3.60 дейт. 3.60. Спринтер 406 Докскат Макси база 2003 жылкы 2.7 253 000 км жүргөн. Баасы $13,000 дейт. Дөңгөлөктөрү ушундай кышкы. Борттун uzunluğu канча бул? 4.5 дейт. Бул манипулятор. Ушунда кран эмеси дагы бар. Бунусу көтөрүп жүктөгөнгө болот. Жүктөп чурса дагы. Борттун uzunluğuna уктуңуздар. Анын жанында стерка да. Борттун uzunluğu канча чачу? Канча? 3.30 дейт. 3.30 чыгышы мүмкүн дейт. 481 000 км жүрүптүр. Жылы 99.29. Рама чирик дейт. Коробкасы механика. $6,500. Спринтер свежий перегон. Ушул спринтер жаңы келди. 2001 жылкы 2.2 баасы $9,900. Дөңгөлөктөрү кышкы. Средний база. Дубл кабина, средний база, дөңгөлөктөрү кышкы. Абалы жакшы. Ушул жаңы келди. Ушунда көрсөңүздөр болот. Кыргыз номерге учетко коюлган Макси база 311 2001 жылкы 2.2 механика $7,500. Дөңгөлөктөрү жайкы. Борттун uzunluğu 4.30 дейт. Дөңгөлөктөрү 4.30. Bitken mi? Макси база. Volkswagen LT Докскат Макси база 300 000 км жүргөн. Жылы 98.25 механика. Баасы $10,000 дейт. Дөңгөлөктөрү жайкы. Азыр эшиги жок экен, ачык экен. Салонда ачып көрөлү. Эшти ачып жаап көрөлү. Астын көрсөңүздөр да болот. Докскат. Анын жанында дагы бир LT45 Макси база. Борттун uzunluğu 4.50. Баасы $11,000 дейт ушул. Ушул LT46-ны $11,000 дейт. 99 жылкы 2.5. 11,5 мы? 11,5 дейт. $11,500. Байланыш номери бар, коробкасы механика. 5 цилиндр. Борттун uzunluğu канча болот? 3.60. 3.60. Биякта басымдыларыңыздар мына спринтерди? 14,5 14,5 деп бурар дейт. Спринтер 515. Жылы 2008 2.2 механика, пробег оригинал. Баасын жазбай коюптур да ошол. Кечээки базарда ошол жок болчу. Азыр свежий келген окшойт. Азыр салонунда ачып көргөнгө болбой атат да. Baası kanca oldu gene.
Макси база. Азыр. Тартамыз. Бияқтың басын білдіңіздер ме? Басын білдік деп, бияқты тартайыншы. Бұлдағы свежий перегон 311. Макси база, 9 кат. 2000 жылы шыққан, 2-2, Германиядан свежий келді деп. Бұның басы қанша алады, тақсыр басы? 12.000. 12.000. Жақсылы. О, için daha тартып қойсаң жақсы болады. Салонына тартып қойынша. Салонда бар. Шuna oturmuşsun, mına tartından bir yağına. Пробег 246 000 километрді көрсетіп жатады hazır. Бортты қанша дедіңіз? Средний база ма? 3 метр 3 болды. метр болады, 3 метр средний база деді. $12.000. Неме номерді бас? Ушындағы свежий перегон келген үшеді. Кейінгі ұнан көрсетілген тауыз. Бортовой эвакуаторды көрсетеміз. 9 кат, 96 жылқы, 3 обмен бар екен, жеңіл автоналарға алмыштырамыз дейді. Бірақ басын жазып тұрып, номерді үстіне қойып қойып тұр. Адашып іздеп жүрмеңіздер номерді. Номер үстінде екен. Дөңгелегі шындай көрінішті. Дағы бір 9 кат Sprinter 413, 2007 жылқы. 2-2 механика, 611 000 километр жүріп тұр. Қазір есі дағы ішінде екен, мен бірінші артына өтіп көріп келейінші. Дөңгелектері қандай, рамас қандай, шерек пе, шерек емес пе. Дөңгелектері қашқы. Ака, борттың ұзыны қанша? 60. 3? 60. 3-60 дейді. Состояниясы қандай ма ака? Иә. Состояниясы қандай? Не қылшы керек? Бүт жасалған. Мотор өзінікі родной ештеке. Ходовка, мост, коробка бар жақшы. Қанша алады бака? Болышы қанша алады? 9,5. 9,5. Қанша алады? Реальный басын айтып қойды, $9,500 болады дейді. Негізі 10.500 деп тұрады. Номерге чалыңыздар. Туғандар өткенде дағы ұшы спринтерде тартқан елдім, азыр дағы қәрелі ұшы сұрышыны сатылы дат. Моторы, Муссоның моторы 99 жылқы сұрышыны дейді. Байланыш номері үшін номерге чаласыздар. Дөңгелектері артыңқы пассажирский ерішіге автомат құтызда ашылады дейді. Берс картон Макси база, пассажирский спринтер. Срочно сатам дейді. Спринтер 312, 99 жылқы, простой мотор, 2-3 объем. Басы $9,000. Байланыш номері. Артында сөйгіні дағы қаруасаңыздар болады. Артыңғы нарашканың үстінде дағы ұшында бейік қылып, даяр қылып жасап қойып тұр. Номері 03 Баткен. Учетқа қойылған дубл кабина. Бияқта ұшында әлі тентіменен даяр свежий перегон. Бұлдағы өткен базар тұрған. Екінші базар да тұрады азыр. Өткен базарда келген болшы. 2003 жылқы 2-2 басы $10,000. Расстановка болған. Средний база, дубл кабина. Бұл спринтерді дағы свежий келді. Макси база, берс катту. Дубл кабина, 99 жылқы, 2.9 тидай, коробкасы механика, пробег 380 000 километр жүрген. Басы $10,400. Свежий перегон. Бияқтан кейінгі 9 кат, 99 жылқы, 2.9 тидай механика, $10,700. Байланыш номері 501 0770 00 деген номерге чаласыздар. Дубл кабина. Дубл кабина. Анан кейін дағы 04 номерде 2001 жылқы 2 механика $11,500. Номерге чалып, сұраш көріңіздер. Бұл учетқа қойылып пайдалған менен, бірақ артындағы нарашкасы өте жақшы болдыген.
Жакшы куралыптыр. Свежий перегон. Свежий перегон, Maxi база, дуал кабина. 9 кат Sprinter 2001 жылкы 2.7 Сидай механика 185 000 км жүрүптүр. Баасы $14.800.